Сәлеметсіздер ме, құрметті Дара YouTube каналының көрермендері, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге бір ерекше сайтты көрсеткелі отырмын. Ол үшін ағылшынша поискке осылай жазыңыздар. Сіздерге мұнда ең алдымен тіркелу қажет. Сіздер Google аккаунт арқылы тіркеле аласыздар, немесе почталарыңыз арқылы тіркелесіздер. Кірген кезде мынау менің жұмыстарым жасаған. Осылай сіздер де түрлі шаблондармен жұмыс жасай аласыздар. Ең алдымен батырман басамыз, create деген. Қарап тұрсаңыздар, экранға түрлі материалдар шығады. Презентация, инфография, видео презентация. Біз қазір презентация деген бөлімге кіреміз. Презентация бөлімінде бізге түрлі шаблондар ашылады. Осы шаблондардың кез келген өзіңізге таңдап ала аласыз. Бірақ бұл жерде жұлдызшамен тұрған шаблондар ақылы, ал басқа жұлдызшасыз шаблондар тегін. Бастауыш сыныпқа да қолдана аласыз, жоғары сыныптарға да қолдана аласыз, садикке де қолдануға болады. Әр түрлі фонда пәндеріңізге байланысты да қолданасыз. Мысалы, осы фонды таңдаймыз, үстін басып, мына батырман басамыз, және мұнда презентацияны таңдаңыз деп тұр. Бір бетін таңдайсыз ба, екі бетін ба? Мысалы, жоғарыда көріп тұрсаңыздар, select деген тұр, соны басу керек, сонда барлық презентация сізге жүктеледі. Мен бір бетін ғана таңдадым. Қазір сіздерге көрсетемін. Сет түр ұстамай тұрғандықтан өте баяу жұмыс істеп жатыр. Міне бірінші бетін ғана таңдадым. Бірінші бетін сіздер мұнда өзгерте аласыздар. Бірақ мұнда ағылшын шрифттарында әртүрлі шрифт бар. Мысалы, қарап тұрсаңыз, ағылшын тілінде әртүрлі шрифт бар. Ал қазақ тілінде тек қана бірнеше шрифт бар. Бірақ қазақ тіліндегі шрифттер де әдемі. Мұнда ағылшынша сөздердің орнына өзіңіздің керек сөздеріңізді жаза аласыз. Мен мысалы мақсаты деп қойдым. Бәрі анимациялық. Енді қайттан add page дегенді басамын. Жоғарыдағы select all деген батырманы бассам, барлық слайдты маған шығаратын болады. Міне select allды бастым. Add дегенді басамын. Ары қарай дегенді. Яғни менде барлық презентация жүктелді. Бірінші бет тақырыбым, екінші бет қайтадан қайталанып тұр, удалить тастаймын. Ары қарай екінші бет, мұнда сөздерімді өзгертіп жазуыма болады. Мысалы, мұнда сабағыңыздың мазмұнын, жаңағы жоспарын жазуыңызға болады. Енді өзіңіздің жоспарыңызға қарай бұл жерде жаңа сөздерді жазасыз, мүмкін жылдарды жазасыз, үй тапсырмасын қайталауды жазасыз. Мен мысалы жоспары деп қойдым. Мына жерде керек емес бөліктер болса, барлығын өшіре аласыз. Мына жерде сөзді басқа түске қоюға болады, сонымен қатар шрифтін өзгертуге болады. Мысалы, мына жерде бір стрелканы өшіріп тастауға болады. Міне, өшіре аласыз, сөздерін өзгерте аласыз. Мысалы, үшінші бетке мен жаңа сөздер деп жазайын. Енді шрифтін өзгертемін. Мұнда қазір басқа бір шрифтке қоям, қабылдайтын. Міне. Мына жерге өзіңіздің материалыңызды жазасыз. Бір жақсы жері тегін және әр түрлі шаблондар бар. Дәл осылай ары қарай өзіңіздің материалдарыңызды әр бетке қазақ тілінде жазасыз. Көру үшін көз батырмасын басамыз, жұмысыңызды сонда көре аласыз. Мысалы, менің жұмысым былай шықты. Тақырып, анимациялық түрде ары қарай жоспарым, жаңа сөздер. Ары қарай өздеріңіздің сөздеріңіз осында жазылып тұрады. Дәл осылай презентация болып тұрады. Енді бұл жерде сіздер текст енгізе аласыздар, сурет қоса аласыздар, көптеген материалдарды қосуға болады. Жұмысты жарыққа шығару үшін all set деген батырманы басамыз жоғарыдағы. Мұнда жай ғана all set деп бассаңыздар, сіздердің жұмыстарыңыз автоматты түрде сақталады.
Енді сол present дегенді бассақ, біздің жұмысымыз қалай дайын болғаны осы жерде көрсетіледі. Ал жанындағы мына батырманы бассақ, осы жұмыстың ссылкасын копировать етіп алуға болады. Яғни осы жұмыстың жаңағы ссылкасын копировать етіп досыңызға жібере аласыз. Сол ссылканы басқанда сізде презентация осылай әдемі болып ашылады. Енді қазір сіздерге тағы бір бөлім көрсеткім келіп тұр. Жаңағы басты бетке барсақ, презентацияның және инфография, одан кейін game fiction деп тұр. Game яғни ойынның түрлері. Көптеген ойынның түрлері бар. Кейбіреу ақылы, кейбіреу тегін. Дұрыс-бұрыс ойын ойнауға болады, колесо ойнауға болады. Қарап іздеп отырсаңыздар, өте көп ойынның түрлері бар. Мен мысалы сіздерге қазір осы колесоны көрсетейін. Колесода quizzes деген ішінде тұр, міне, плюс батырмасын басамын. Және де барлық презентацияны таңдаймын. Міне, осылай айналып шығады. Таңдаймыз осы. Кішкене күтеміз. Міне бізде осы колесо шықты. Енді дәл осылай өздеріңіздің мәтіндеріңізді, сөздеріңізді жазып өзгерте аласыздар. Колесо болып айналады. Жұмысты толық TikTok-тан көрсеңіз болады. TikTok-қа салып қойдым осы колесоны айналатын. Сол TikTok-та бәріне қызық болғандықтан, сұраныс болғандықтан осылай видео түсіріп отырмын. Өздеріңіздің жұмыстарыңызды жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.